Сәлем достар, бүгін кот көже жасауды ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. 4 қасық ұнға салқын суды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Кастрюльге су құйып қайнатамыз. Оған дайындаған қоспамызды құйып шығамыз, араластырып тұрамыз. Араластырып тұрып 15 минуттай қайнатамыз. Асты күймес үшін жақсылап араластырып тұру керек. Дәміне қарай тұз қосамыз. Он 15 минут қайнағаннан соң қайнаған қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қолдың сары майын қосып араластырамыз. 15 минуттай тағы да қайнатып аламыз. Көжеміз өте дәмді болып шығады. Ауырған кезде ішсеңіздер жақсы көмектеседі. Көжені дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Әлі де жаңадан рецепттер болады. Рахмет.